деген жаңа балдар бізге сұрақ қойып отыр да. Мә, қуып кетпей ма? Неше түрлі нәрсе айтады ғой. Сізде колледж? Соның оқыған колледжі ғой. Ақтөбеде колледж оқыдың ғой. Қарлан ба? Жоқ. Вообще басқа мамандықта оқыған. Сосын бар. Қалай жалпы өнерге қалай келдіңдер сендер, мысалы? Не түрткі ол? Окей, все. Өзіміз бастайтын болсаңыз. Жалпы өнерге қалай келдіңдер? Уже қай түрім салайын? Так, қалай қарай? Жалпы просто өнерге қалай келдіңдер? Конкретно. Мама. Мама әнші ма? О, музыка мұғады. О, сіз? Мен кішкентай кезімде өнерге айналысқан. Аружан? Негізі бар ғой, өнерге қалай келдің деген сұрақ. Көп қойылатын сұрақ қой ше. Но бірақ сұралу керек. Мен бірақ ол сұраққа нақты мен осы арқылы келдім деп жауап беремін. Ішкі. Иә, потому что каждый адам оған саналы түрде келеді, бірақ ол саналы түрде қалай келген. На самом деле. Мысалы, сен де жауап бере алмайсың. Иә, бір күш жетелейді әйтеуір. Сен айтасың, иә, мен өнерді жақсы көремін, мектеп кезінде айналасын деп айтасың, бірақ қалай не үшін келген білмейсің. О, иә, ондай да бар. Дамир? Құдай қалап тұрған рас. Ақтөбеден тілген. Сондай бізде подкаст деген интернационалды тілде давай. Айтсай дейм ба, тараша. Давай. Айтсай аха деп. Аха. Аха мақұл. Мақұл. Қалай келдіңіз? Болды қойды. Колледж оқып жүрген ғой. Колледж оқып жүрген кезде бізде сөйтіп сұрайды ғой. Қаяқтан келдің деп сөйтсе көбі прям. Өйстіп салмадым көп оқуға дейді да. Сосын барып қандай вариант бар деп сұрағанда осындай өнер бар деп айтты, соған келдім өйтсе салым деп айтады көбі. Иә. Сол есіме түсіп жатыр, сосын ғой күлкім келіп отқан жаңағы. Ал жалпы өзің солай келіп пе едің? Жоқ. Мен де кішкентайымнан ән айтқанмын ғой. Шешемнен рұқсат сұрап, әйтпесе мен медик болатын едім қазір. Медик болып жүретін едім қазір деп сөйтіп түсіп кеткен ғой әйтеуір бұйырып. Все дайынсыңдар ма? Бастайық па? Так, менің камерам мынау. Сәлем болашақ актерлар, бүгін бізде актер болам YouTube каналында алғашқы шығарылым, алғашқы подкаст және де ең эксклюзивті тақырып Шабыт университеті жайында болмақ. Бүгін бізде қонақта Шабыт университетінің түлектері, студенттері, біздің театрымыздың актер-актрисалары, таныс болыңыздар. Ең бірінші жігіттен бастайын, Дамир, Тараз қаласынан Шабыт университетінің 3-ші курс студенті, Сайлау Қамиев. 4-ші курс. Уже да, 4-ші курс студенті, Сайлау Қамиев шеберханасынан. Және біздің театрымыздың актрисасы Ажар, Астана қаласынан, Сайлау ағайдың шәкірті. Наргиз, Атырау қаласынан, тоже Сайлау ағайдың шәкірті. Және біздің Аружан, Тілектес Мейрамов шеберханасының түлегі, қазіргі біздің таңда актриса. Сонымен подкастқа қош келіңіздер. Қош көрдік. Рахмет. Бүгінгі подкастымыз бізде болашақ актерларға, яғни ақпаратқа толы, болашақ актерлар қалай дайындалу керек, именно соның ішінде Шабыт университетіне түсу үшін қандай қадамдар жасау керек жайында. Еркін тақырыпта. Кеттік, бірінші сұрағым сіздерге шығармашылық емтихан. Барлығына қызық сұрақ. Барлығына қызық сұрақ. Бәрін білгісі келеді. Әсіресе қазір. Қазір еще сондай момент, қазір допуск деген жоқ, білесіздер ғой. Қазір жалпы шабытқа түскісі келетіндердің количествосы өте көп. Қай мамандыққа болса да өте көп. Просто тиктокты ашып қалсаң, шабыт жайлы сұрайтындар да көп. Мен соны байқадым көбінесе. Шабыт университетіне сіздер емтиханға, шығармашылық емтиханға қандай материалдар апардыңыздар? Этюдқа не көрсеттіңіздер? Поэзияға не оқыдыңыздар? Біз музыкалық драма театрына түскендіктен бізден этюд сұрамады. Бірақ бізден міндетті түрде ән сұрады, би және мысал, проза, поэзия сұрады. Ескере кететін жайт, бізде Дамир, Ажар, Наргиз бір группалас, және үшеуі муз драмада оқиды. Ал Аружан бізде драма және кино актрисасын тәмамдаған. Екеуі екі бөлек әлем. Сразу ясно болу үшін. Жалғастыра берейік. Ажар, сіз не апардыңыз шығармашылық емтиханға?
Бізде жалпы музыкалық театр әртісі болған соң жаңа айтып өтті ғой, бізде этюд сұраған жоқ. Аха. Бірақ бізде тек қана материалға емес, сонымен қатар сырт келбетке де қатты қарайды. Сол нәрсені білу керек. Және де мінезге қатты қарайды, өз-өзіңді қалай ұстайсың. Мысалы, көбісі ойлайды ғой, 10 күндік жаңағы тексеріс дейміз ба, қалай айтады? Сол уақыт аралығында жаңағы мастер, ұстаз өзіне жинап алған баланың ол қаншама 100-ден аса келіп отқан абитуриенттің барлығына жеке-жеке қарайды. Сен қалай жүресің, қалай тұрасың, өз-өзіңді қалай ұстай аласың, таза жүресің, соның барлығын қадағалайды, өте қатты қарайды. Ол ұлың бол, қызың бол, өте сол жағын қатты бақылайды. Ал менің ең алғаш апарған шығармам, қазір бұл білмеймін қалай айтады өзі, адамның негізі өмірі бір нәрсемен связан дейді ғой, әр нәрсемен байланысты. Мен осы музыкалық театр әртіс мамандығының алдында эстрадалық әнші мамандығын бітіргем. Осы шабыттың колледжін. Кейін актерскийға келетін кезде негізі 1000 ойланып 1000 толғандым. Бір жыл кәдімгідей шыны керек дайындалдым, не эстрада, не актерский деп. Сөйтіп актерский таңдап келдім, Сайлауағайды көрдім, ол кісіні мен зерттедім, ол кісі мені зерттеді келген соң алдына. Мен ең алғаш алып барған прозам Тахауи Ахтановтың шығармасы болған Шырағың сөнбесін. Енді қазіргі сол нәрсе, мен Тахауи Ахтановтың ең алғаш шығармасын алып бардым. 2 жылдан кейін тура мен сол Тахауи Ахтанов театрында жұмыс істеуді ойлаған жоқпын мысалы. Қазір мен мысалы сол жерде жұмыс істеп жатырмын. Ал мысалы поэзия. Менде қыздың махаббаты деген болды. Ән міндетті түрде, сосын би. Сіз, Дамир? Менікі қиын болды. Сіз дайындалмай барған адам сияқтысыз ғой? Имтиханға. Қатты дайындалған көретін. Біз енді жаңа 60 шақты 70 шақты абитуриентпіз ғой, күніге келеміз, бір-бірімізді аңдып жүреміз былай ше. Ана жерде ешкім бір-біріне дос іздеп жүрген жоқ. Ана жерде мен қалай түсем, мен қалай түсем деп қыздар вообще былай жүрген кезіміз. И бәріміз кетіп қаламыз ғой. Ағай кетеді, ағайдың артынан біз де топырлап шығып кетеміз. Жалғыз Дамир қалады. Либо ең бірінші Дамир жүреді сахнада. Негізі қатты дайындалған Дамир. Демей жүрді өзі. Демей жүрді дайындалып. Не апардыңыз? Поэзия қандай болды? Домбырамен ән айттыңыз ба, не істедіңіз? Не анау, не болды просто. Колледж оқып жүрдім. Жаңа Ажар айтып жатыр, мен де колледжде оқыдым, мен академ вокалды оқыдым. О, академический? Академ вокалды оқыдым. Дым тілімнен ұқсап ма идея? Келмейді. Дәстүрлерін деп тұрып, мен қайта бұл бұдан да жаман дәстүрлі болғам, қайтқан кезім ғой. И академ вокалды оқып келдім, и о кезде ана жақта дайындаған шығармам, о жақта актерскийға дайындаған дүнием бәрі өткен жоқ астынан келгенде. Ернияз деген ағай бар бізде. Берімқұлов Ернияз деген кісі бар. Сонда күшті кісі. Сол кісі қабылдап алды мені. И сосын сол кісіден кейін ешқандай шығарма өтпей қалады екен ғой өзі. Мен Ұлпан повесін апардым. Сонда дұрыс таңдамаған ғой, мен ана жақта Таразда дұрыс таңдамаған. Анда негізі проза апарған кезде андай шиеленсе бүйтіп андай конфликті бар жерін апару керек қой. Мен тек басын апарғам андай, тек баяндайтын жерін апарғам. Сонымен мен Ерназ ағай сойды барып басқасын алып кел, не мынау, бірақ бәрібір де мен соны оқыдым. Сосын айта бер. Болды? Сосын осы жерден жаңа айтып жатыр ғой, өтпей қалды шығармам деп. Қазіргі кезде негізі ұстаздар көп қой, студенттер қазірдің өзіне жазады, оқып жатыр екенсіз, сұрайық деп едік деп. Бірақ осы кезде сол материал таңдағанда өте қатты мән берсе жақсы болушы еді. Өйткені бір шығарманы 10 шақты бала оқиды, ол рас, өзімізде де болды. Сондықтан желательно бір жаңағы сол Тахауи Ахтанов, Дулат Исабековтің қаншама шығармалары бар ше, апамның астауынан бөлек, Ұлпаннан бөлек, Махаббат қызық мылжылардан бөлек қаншама шығармалары бар. Сол шығармаларды ізденсе, тапса жақсы болар еді. Оның үстінде қазір уже сен өзің де мысалға мұғалім болып жүрген адамсың ғой. Сондықтан ондай мұғалімдер көп, сұраса, ізденсе, білсе жақсы болушы еді. Әйтпесе негізі әлі де сондай бір қалыптасып кеткен сияқты. Бір шығарма алып барсам болды, түрім бар, анауым бар, мынауым бар, смело деп. Олай емес негізі. Қазір бар ғой, сосын андай ереже пайда болған, 2 шығарма деген. Кемінде 2 шығарма. Кемінде 2 поэзия, 3 ән, сондай болып кеткен қазір. Солар тасын ғой просто. Мүмкін сол бірдей болып қалған салдарынан шығар. 2-3-еуін сұрайтын. Аружан, сіз? Бізде тіпті
қиын болды ғой Драма негізі және оқуға кинода қалай түсу, болды? себебі ол кез карантин болды. Бізді бірде Астанаға шақырды, одан кейін қарай қайтарды, сіздер онлайн тапсырасыздар деді. Бізде сол кезде 100-ден аса бала тапсырды драмаға. Бір неге тілектес ағайға. бір тілектес ағайға 100-ден аса бала тапсырды. Өте қиын болды. Білмеймін, біздің ағай қалай морально ол нәрсеге андай дайын болған жоқ, потому что біз барлығымыз жекесіне жазамыз, жекесіне поэзиямызды жібереміз, жекесіне видеоларымыз, биімізді жібереміз, әнімізді жібереміз. И қаншама күн, мысалы 1 ай бойы солай жалғасты да. Ал экзаменге келген кезде зуммен тапсыру өте қиын болды. Саған берілетіні бар болған 10 минутқа деді, жетпейді 8 минут па сондай берді. Сен ол жерде прозаңды толық оқи алмайсың, не поэзияңды толық оқи алмайсың. Стоп па? Иә, не биіңді соңына дейін билемейсің. И біз үшін ол өте андай бір ауыр ситуация болды, шыны керек. Сен өзің қобалжисың, сен өзіңді көрсетіп үлгермейсің. 8 минутта сен өзіңді көрсетіп. Этюдқа не апардыңыз? Бізде этюдқа мен қоқыс жәшігі болдым. Шынымен. Сондай бір ерекше нәрсе болу керек болды да. Сол ғой жаңа бірдей болып кетеді. Жаңа бәрі чайный пакетик болады, бәрі ютубтан көріп алады да, бір нәрседі қайталай береді ғой. И бір андай ерекше нәрсе табу керек болды да. Сондай болды. Сосын менде андай болды, енді біз басқа түсіп жатқан адамдармен олай бір-бірімізді көрген жоқпыз ғой, бір-бірімізді олай білген жоқпыз, бұл кісілер сияқты жүрген жоқпыз да. И маған ол кісілерді бетпе-бет көрмегесін, маған көрінетін. Мен аз дайындалдым, менің дайындығым аз, мен дұрыс дайындалған жоқпын, мен дұрыс таңдау жасаған жоқпын, ал ол кісілер қатты дайындалды, ол кісілерде шанс көп сияқты болып көрінетін да. Қасында балалардан да. Себебі біз былай бір-бірімізді бетпе-бет көрмегесін, деңгейімізді көрмегесін, қиын болды да. Ол сенің былай миыңа да андай түсіп кетеді да, сен уже сына бастайсың дейсің ғой. Сондай нәрселер болады. Негізі жаңа Ажар дұрыс айтты, бәрі көбінесе бір шығарманы таңдайды да, бір шығарманы алып барады және содан ұтылады. Тіпті поэзияның өзін, Мақатаевтың поэзиясын алып барады, Фаризаның поэзиясын алып барады. Басқа ақындар көп қой, өте әдемі шығармалар көп. Сосын жаңа фонға музыка қосатындар бар ғой, фонға да бір музыканы таңдап сарылтып қоса береді. Неге іздемеске, неге қарамасқа, өте керемет музыкалар бар. Сол жағынан қателеспеулеріңізді сұраймын. Ол сіздердің ерекшеліктеріңізді бірден көрсетіп тұрады. Поэзияны іздеген кезде де Абайға, Абайдан бір қара сөз жаттап барыңыз, 2-3 өлеңін жаттап барыңыз, сіздің қор бола берсін сізге, бірақ сіз одан да күшті нәрселер жаттап бару керексіз. Себебі бәрі сол бір нәрсені оқиды да, Абайды оқу өте қиын. Және ол сіздің қазір 17-16 жасыңызға сай келмейді. Сіз ондай деңгейде өрісіңіз жетпейді. Сол жерден ұтыласыз. Жақсы, рахмет көп. Шабыт университетіне, кәдім тілім кетіп жатыр ғой. Кеше концертке қатты шығып қойып қатты дайындалып қойып ерін тілдерім болып жатыр. Ладно, суть не это. Әңгіме Шабыт университетіне өз күшімен дайындалып түсуге мүмкіндік бар ма? Әлде все-таки миф бар? Өте көп деуші едім мен. Мына жағы жоқ, Жоқ, әрине жоқ. Артық нәрсе айтпай, біз өзіміздің группаны айта аламыз. Біздің ағайдың қойған шектеулерін айта аламыз. Себебі қазір андай не ғой, стереотип. Мен айтайын, оқуға түсу үшін ақша. Мен ешқашан бір актерский курсқа қатыспағам, бір өнер мектебіне бармағам. Мен жеке өзімнің қызығушылығыммен келіп, өзім жеке дайындалып, солай барып тапсырып түскен адам. Сіздер актерский курстарға қатыстыңыздар ма? 11-ші сынып? Мен қатысқам, Сіз Малай академия бітірдіңіз. Сол жақта мен 4 жыл мектепте оқығам. Бірақ актерский экзаменге мен өзім дайындалғам. Мен білдім, бірінші рет көрсететін болғандықтан сен өтінді шығарма апару керексің. Мен өзім комедия жақын болдым да, көп комедияларды апардым, өзіме сіңдіріп бардым. Сол үшін мен сразу көзге іліндім. Уверенность керек, материалға деген. Мен айтып жатырмын, қорықтым деп ше, менен басқалар мықты. Сол ғой, көбісі сондай болды да, жаңа өнер мектебін бітіріп келген, курсқа қатысқан, жеке адам жалдап дайындалған, киім тіктірген, сондай адамдар да болды да. И мен сол үшін қорықтым. Шынымен, шынымен киім
киім тіктіріп мысалы би ма биге арнайы киім Қой. тіктіріп билеп киген Сол адамдар да адам түсті ма болды. соны айтшы. Қызық қалып тұр маған. Түсті ма сол адам? Андай шығыннан кейін. Сосын бізде андай болды да енді. түсті ма деген сұраққа кетті. Бетім жол жамады. Ол мен едім десе. Ол мен едім. Жоқ, қара киіммен тапсырмай ма? Açık киім қара дей киіммен бермей. тапсырады ғой. иә. Сат беріп кеткен. Бірақ сондай арнайы юбка тіктірген қыздар болды жаңағыдай А, қара юбкадан иә, бөлек жаңағы қара форманың үстіне кие Аха. салатын юбка тіктірген қыздар да болды шын айтсам. Мен соларды көрген кезде ойладым мә бұған да осылай дайындау. Демек біз олардан танимыз. Иә, біз білеміз. Таша қызып тұр ғой, иә. Соны айтпай тұрған сондықтан ғой біз танимыз. Бол. Сосын бізде андай Аха. жаңа айттым ғой біз бір бірімізбен жаңағыдай бүйтіп жүрдік деп ше қыздармен. Солай бізде бөлініп группа Аха. шалған адамдар. Мәс, Мен иә, оны білген кезде маған мысалы обидно болды. Ну ладно, ол жерде де бірақ бақ шаба ма бап шаба ма деген нәрсе ғой. Сол группаның ішінде болған мысалы 80% адам түспей қалғандар. Бөлініп жатыр. Мысалға анау сұрақтар болады ғой екінші турда, екінші кезеңде сұрақтар болады ғой, соны алып жеке дайындалып общий бермеген адамдар да болды. Так, стоп. Шабытқа сұрақ қойыла ма Бізде негізі? бірінші, Қандай иә, ол сұрақтар? Жүргеновта жоқ екен. мен Иә. білсем. Бірінші тур бізде жаңа сол спец, актерский Аха. жағынан болса, екінші бізде коллоквиум. Иә. Ол жерде Ух ты. 100-ден астам сұрақтар бар. Бізге негізі арнайы берілді, білмеймін сендерде қалай. Бізге берілді Сол арнайы арнайы сұрақтар. берілген сұрақтарды мысалға 2-3 адамға общий группаға жіберіңдер деп береді. Мгм. Ол группаға, общий Жетпей ма? группаға жетпейді да, жеке өздерінің ашқан группаларына кетеді. Ал біз Мама, сұрақтарды білмейміз. Қандай конкуренция? Өте қиын болды. Білмеймін, бірақ мен сол 38 балл ма деймін. Бірақ сұрақтар қатты қиын емес сол Иә, театрдың қандай айналасында. сұрақтар? Примерно. Театр Театр. қай жылы құрылды, ең алғашқы спектакль деген сияқты Иә, сұрақтар. қайда Драматургтер қойылды? туралы, режиссерлар Сосын туралы суретшілер жайлы да келеді, соны ескеріңіздер. Жалпы Кәдімгі өнер. Бірақ әлемдік мен деңгейде бір нәрсе суретшілер. айтқым келеді, егер сен бірінші турдан мастердің көзіне көрініп іліксең, онда сұраққа қатты қиналмайсың. Келесі Иә. турдан өту саған жеңілдірек болады. Небір жеңілдіктер бірақ болады бірақ десең. білу керек, бірақ міндетті түрде ізденіп келу керек. Сосын иә жаңа айтып жатырмын ғой шынымен Аха. де бақ шама ма бап шама ма, егер сен өзің мастеріңе ұнап тұрсаң ол кісі сені алады. Сенің данныйыңды көріп тұрса ол кісі сені алады. Сол үшін дайындалып бару керек та. Жаңа айттым ғой, ерекшелікпен көзге түсіп қалу керек. Жоқ, сол сенімділік қой өзіне, уверенность Иә. қой айтып отырғаным. Жаңа өзіңде айттың, материалға да уверенность деп. Сол нәрсе вот басты, главный ше. Әйтеуір мен өзім барған кезде мен дос іздеп барған жоқпын дедім бірден өзіме. Саған не керек? Сенің грантың керек. Өйткені мен колледжда платныйда оқыдым. И мен мынаны алам, менің өзімнің грантым мына жақта Дұрыс. қалып қойды, мен барып алам дедім. И сосын саған дос керек па? Жоқ. Мен өзім құрыларым бар, шүкір. Маған солар жетеді. Мен енді өзімнің алатыныма маған тиісті нәрсені барып алам деп бардым. Материалды жақсы таңдадым. И сосын материал таңдадым да рас. Өздерің қараңдар, өздеріңе сіңдіріңдер. Расымен ана сөзіне мән беруге болады, қаншама білмеймін, өзіне жақын қылып алса, сосын өзінің жаңағы алып барған дүниесіне бәрібір сенімді болып тұрады адам. Қаншама адамдар келіп тұрғанымен. Сондықтан сенімділік бірінші басты орында сол нәрсе. Сосын қанша жаңағы айтып жатыр ғой, материалдар, соның барлығы қорқып қажет емес, өзіне сенімді болсаң, расымен алып шыға аласың. Сол сенімділікті көріп отырған жаңағы мұғалімдер, мастерлар, ол бірден өзі ақ уже біліп тұрады. Жанып тұрған адам көзінде оты бар, бұл пысық деп. Болды, рас. Сол нәрсе негізі шешеді. Сосын жаңа коллоквиумда айтып жатырмыз ғой. Бәрібір де коллоквиумда сенің ақылдылығыңды тексереді ана жерде. Сен иә деп, аха мен сен жақсы көріп тұрмын, сен өтесің дегенмен, ана жерде сен уже ақсап тұрсаң, ол уже басқаша көзқарас болып кетеді. Сондықтан андай ғой, білмей тұрсаң да, әйтеуір соған қатысты, соған қатысты соның айналасын сөйлей беру керек. Болды, қойшы дейді сосын. Ол ән мен бидің ортасында болатын бөлек күнге ма? Екінші күн. Ән мен бидің ішінде болып кетеді. Жоқ, бірінші күн экзамен актерскийден тапсырамыз, келесі күнгі экзамен уже сұрақ 2 жауап. күн болады бізде. Бірақ бірінші экзаменне актерскийден кім өтеді, солар ғана барады. Екі тур ғой, бірінші тур, екінші тур деп конкурс. Все түсінікті. Яғни лайфхак, бірінші Шабыт университетіне түскілеріңіз келсе, сенімді болуларыңыз керек, және де уверенность керек материалға деген, және де барлығы таңдай беретін банальный материал емес, тың идеялар. Андай ғой, жаңа материал таңдауға келгенде көбісі алады да, мысалы, мынау жақсы екен дейді да,
бірақ ол материал өзіне жақын емес, Мгм. жанына Иә. жақын болмай тұрады, ол материал саған жатпай тұрады. Иә. Тіпті сен оны айтқан кезде де тілің күрмеліп жақсы тұрады, көру керек қой. андай бір оны сен сезіне алмайсың. Мгм. Сондай кезде көбінесе Мгм. ол материалдар өтпей қалады. сол өзің Сен, сезінесің иә, біреуге қалай деші. Иә, жетпей қалады да, сен Мгм, оны мгм. оқи бер, жаңа Мгм. дикцияға салып Мгм. ал, даусыңды өзгерт. Ду-ду-ду-ду-дум деп Иә, попасына оқы дейсің. Иә, айқайлап оқы, ол жетпейді, иә, потому иә. что сенің өзің жүрегіңе Аха. тиіп тұрған жоқ ол нәрсе. Иә. Сол үшін таңдаған кезде соған да мән беру керек. Сосын көп байқайтыным, бәрі андай дауыс салып алып, мен сонда жылап қалғам, или там жылап мен оқитындар ол кезде. ұнатамын деп, андай өтірік істейді да. Жоқ, сіздер 11-ші Қарапайым. сынып бітірдіңіздер ма? Табиғаттарыңызды сақтап, сол бала қалпында барып Иә, иә. тапсыру керек қой. Мгм. Жоқ, тұрып Сонысымен алады да. тәтті ғой ол. Деп тұрады, иә. Сол Иә. бала қалпымен тәтті ғой адам Вот, деген. вот, вот. Сол арқылы сен тазалықты жеткізесің. да. Әлі. Себебі ол үлкен адамдар да, сенің Иә, алдыңда отырған, иә, олар театрда қаншама нәрсені Мгм. көрген адамдар. Мгм. Білесіздер ма, сахнада самый живой дүние ол бала. Иә. Кішкентай баланы шығарып қойсаң, самый живой да, оны Мгм. қарап отыра берген қылықтары тәтті ше. Сол қылықтарыңызды, өздеріңіздің шынайылықтарыңызды сақтау керексіздер. Мгм. Жалпы 4 жыл оқығанда да, актерскийді бітіргеннен кейін де сол тазалықты сақтап қалу керек. Егер олай болмаса, дальше қиын болады шындығына келгенде. Иә, және жаңағы сол сенімділік, мықты материал және де шынайылық, табиғат керек, иә. Соны ескеріп, Шабыт университетіне ал оқушы түсті делік. Уже түскеннен кейін ішінде Ой. не болып жатыр? Түске ма? Көптен әңгімелеріңді естіп кері әңгімелесіңдер ғой бастары. Өзім тыңдап отырып, өзім түсінген ғой. Қандай жер деп па? Қандай жер деген, ә? Қайтадан бірінші курсқа Ана, түскің келіп кетті ма? айта береді ғой адам, сенді жоқ, қарсы емеспін, дұрыс қой. Бірақ ол по-любому андай өзі Иә. Қобалжу толқу болады, бәрі ол болады. әрине, деген. ол Қобалжу естественно. керек, Сен- қобалжымаса, это уже Иә. проблема. Қобалжу болу керек. Сенбейтін нәрсе бәрібір болады ол. Ол түсіп алғаннан кейін шынымен сөйлей бересің ғой, мә бүйту керек еді, сөйту керек еді, бүйтесің, сөйтесің. Ол түсіп алғаннан кейін сондай әңгіме бола беретін сияқты. Иә, өте дұрыс Ал айтады, біз қазір рас отырып былай, алып біз уже соның ішінде жүргесін бізге бір оп-оңай ұқсап Иә, көрінеді, иә. но ана Сергезе. оған дейінгі дүние өте ойбай. Мгм. Сол үшін сынып қалмау керек. Жаңа Иә. Система. бір Ә, Давайте. Ашыңдар, картаны ашыңдар. айтып жіберейін енді, мен келіп Иә. қалды ғой десе. Аха. Бірде меруерт өтекешова, қазақтың Аха. қыз жібегі, былай Аха. айтқан еді да, сахнада тұрған кезде адамның көзінен оның қаншалықты оқығаны көрініп тұрады деп ше. Қанша кітап оқығаның, қанша ізденгенің барлығы көрініп тұрады. Сол үшін кітап оқыңыздар, ізденіңіздер, оның барлығы шынымен көрініп тұрады. Сіздің сөйлегеніңізден көрініп тұрады, іс қимылыңыздан көрініп тұрады. Соны айтқым келеді. қазір сосын негізі бар ғой, киноны да айта кету керек, өте көп кино көрген дұрыс. Жаңағы фантазияның барлығын кинодан аламыз. Біз енді қазір оқып жүрміз, бізге енді ұстазымыз өзінің бергенше фундаментімізді қалап беріп жатыр ғой. Ал қазір енді театрға түскеннен кейінгі қазіргі студент актриса ретінде айтарымыз, негізінде расымен кино көп көру керек. Көп іздену керек. Көп іздену керек, расымен. Қазіргі бізге келіп жатқан режиссерлардың кітап иә жақсы дейді, бірақ киноны көп қараңыздар дейді. Өйткені ана жақтағы ол кісілердің жаңағы эмоцияларын, сөйлеу мәнерін, қай кезде қандай реакция береді, соның барлығы негізі кинодан көп қарап алуға болады. шынымен. ізденбеген адамдар үшін болды. Мен Сосын, жақтап қояйын дегенмін. және де негізі және өзің де айтып жатсың ғой, былай готов болып келеді деп ше, андай бүйтіп дауыс салып алып, арнайлап. Негізі сол нәрсе қате. Біздің өзіміздің ұстазымыз айтты, мен сындыра алмаймын мысалы сені деп. Көп баланы қайтар жерген болды. Мен сені сындыра алмаймын, маған сынатын адам керек деп. Көбінесе Пластилин керек қой. Колледждан кейін келгендер пластилин әсіресе. Колледжда ол уже өздерінің несін қалап ерсін керек еді. Актерскийді оқып келген адамдар бар ғой. Соларды өте қатты қарайды. Оқымай келгендерге. Колледждан кейін негізі өте қиын болады. Мысалы мен группаластарым болды, колледждан кейін келген. Ол кісілер түсті, бірақ ол кісілерді шынымен бір жыл бойы сындыру өте қиын болды ағайға. Мен сені сындыра алмаймын деп сразу айтады. А былай икемге келетін, бірден тіл табысып кете алатын бала болса, онда бірден алып кетеді. Жақсы деп.
мына оқымаған адамдарға үміт сыйлайыншы. Үміттер үзіледі, нам точно. Нормально. иә мен де оқымай Мен, түскенмін десем 11-ден кейін түстім. Иә, бәрі Иә. мүмкін. И сосын жаңағы кітап оқымай түссе де болады. Алла ғана біледі. Жоқ енді шынымен ғой, иә. жоқ бәрі болады иә, бірақ сен ізденіп барсаң, оқып барсаң, Плюс, саған плюс қой, сол жаңа Мгм. айтып отырмыз. Иә. Жаңа сол шабытқа түскеннен кейін қандай мастерлер бар? Қазір алып келеміз. Мен жайлы система деген Қайталап келеді. айтпай кетпейміз. Сосын мен Осы жыл ма? Жоқ, жалпы қандай танымал актер, актрисалар сабақ береді сіздерге? Бізде Айгүл Иманбаеваның курсы бар, Иә. Асхат Маемировтың және Қазақстанның өзіміздің ағай Еңбек сіңірген қайраткерлер. Тағы. Иә, Сайлау Хамиевтің курсы Мен бар. ағайым бар, тілектес Мирам Вахитұлы. Және соңғы Мәмбетовтің, Тоқпановтың көзін көргенде Мгм. мақтанып қойды. Дұрыс. Белла Ханимова бар. Мхм. Ақшомар ағай бар, ол кісі декан әрі. Мхм. Жанғалбек Мүфтиұлы Жанғалбек. біздің музыкалық театр әртісінің Кафедра меңгерушісі. кафедра меңгерушісі. Мхм. Тағы. әрі мастер. Тағы болды, иә? Меруерт Өтекешеваны айтып бар? Меруерт Өтекешева. Аха. Жалпы осы, иә? Оқуға түскеннен кейін бірінші курста жүргенде қандай сезімде болдыңыздар? Андай күшті ма? Өте қызық. Қызық сезім. Қайда түскенімізді білген жоқпыз, шын айтсақ. Аха. Чешки, қолда чешки, Иә. джазовки, лосины. Ұзын Олдар да юбка. би сабағында лосины киеді деген рас па? Шабытта. Иә. Экзаменде кейді. Қиын болды. Әлі есімнен кетті мен. Ермұханның кигені. Бізде Ермұхан Үлкен бала деген бар, дәу жігіт атыраудың болды. Үлкен жігіт. Армияға барып келген жігіт. Мә соның өзін сындырды ғой жаңағы. Лайсина киіп шықты жаңағы жігіт. Сынған кезде датова сынып кетіп екінші курста шығып кетті. Сіздерде Шырын апай болды да? Иә. Да. Иә. Шыр Мұстафина болды бізде. Тек лосина келмейді, ол билейді осы лосина. Еще жүресің осы лайсинамен бүйтіп. Қиын. Жоқ, бірақ ұялмау керек, негізі онда ұяты жоқ. Енді ол Актерлар Иә. негізі. айтып оңай, аман сау болыңыздар демекші жаңағы. Оңай, бірақ кейстер, иә. Бірінші курс негізі қызық қой, негізі бірінші курста көп жұмыс жасау керек та. Этюд деген самый негізі өте күшті кезең. Біздің ағай солай айтатын. Сен бірінші курс болғанда сол осы кезеңді өткізіп, күшті өткізу керексің. Ертең екінші курс болып отрывокқа жеткенде сен бірінші курсың сағынасың. Үшке барғанда екінші курсың сағынасың. Ол нәрсе рас. Екінші курс болдың ба, отрывокта больше роль ойнау керек та. Сен андай прям сыну керексің, әбден икемделу керексің. Сол үшін андай каждый моментті негізі тиімді пайдалану керек. Ну, моменттер болады, когда процесс тоқтап қалатын. Кейде болады ғой, сондай бір мәселелер туып қалады, партнеріңмен келіспей қаласың, немесе басқа жаққа алмасасың, басқа отрывокта мына жаққа келесің, сондай бір қиын сәттер болады ше, мысалға. Ол кезде енді ол нәрселер шынымен де қиын болып көрінеді, бір өтпей қалатындай болып көрінеді. Экзамен жақындаған кезде творчестволық не ма? андай бүйтіп тоқырау болатқан сияқты болып көрінеді. Но оның бәріне өту керек. Сен сол арқылы театрға икемделесің негізінде. Театрда себебі одан да үлкен тоқыраулар болуы мүмкін. Сен соған дайындаласың. Сосын мынаны айтқым келеді. Оқуға түскеннен кейін қатты жаңағыдай мен бірден әртіс болып кетем, мен бірден танымал болып кетем деген ожиданиені алып тастау керек. Мен солай айтар едім. Мүмкін біреу келіседі, мүмкін біреу келіспейді. Келе берсін дескен. Жоқ, мүмкін келіспейтін шығар, бірақ мен өзім ойымды айтқым келіп тұр да. Ол ожиданиені алып тастау керек, себебі бәрі бірден болмайды. Содан кейін бізде мұғалімдеріміз өзінің білгендерінің бәрін береді, бірақ сенің дальше қандай адам болатыныңды, қандай актер болатыныңды өзің шешесің. Ол саған байланысты. Сол үшін жаңа мен ағайдан күтем, ағай маған мынаны үйреткен жоқ деген нәрсені, яғни біреуді кінәлау позициясын алып тастау керек, және сондай қатты ожиданиемен бармау керек. Негізі бірінші курста бәрінде андай болады, о, ертең звезда болып кетем дейтіндей чувство болады. Ертең киноға түсем деп. Ондай чувство болады, потому что сен анау алдыңа қойған мақсатыңа жеттің, оқуға түстің да, и дальше бәрі күшті болып кететін сияқты болып көрінеді ғой. А на самом деле олай емес, бәрі поэтапно асықпай келеді. Таңда кіресің, түнде шығасың. Мамаңмен хабарласып та үлгермейсің. Мысалы, Дамир, сен Тараздан Астанаға қарай келдің, сөздің ашы, шыныңды айтшы, сағындың ба? Жоқ, ыссы ауа райын, мысалы, Тараздың жаймашуақ күндерін сағынып жылаған кезім болды ма? Общагада, Оранға алмастырдың. Общага бар бізде. Арзан общага деп реклама етіп отыр. 24 этажда күшті общагамыз бар, Астанаға келіңіз десе. Аха. Не ол? Қалай? Сағыныш қалай болды? Сағынады.
бірақ мен колледж оқып барғасын ондай қатты сағынған жоқ шығармын бәлкім. Просто мен сағынған кезде абитуриент кезде мен жаман жалғыз тұрадым. Өзім жалғыз, мен мынандай ешкіммен барған жоқпын жанымда. Өзім жалғыз бардым и документті өзім тапсырдым, бәрін өзім істедім и взрослая жизнь болып кетті ма қатты? Оқу қызық өзі, бәріне себепкер әшейінде Астанаға никогда бармағам, бірінші рет бардым ғой сол кезде. И әдейі Астанаға түстім мен. Алматыға түстім, мен жырпылдап ауылға бара беретін едім. Қойшы, алысқа қарай түсуді мен ниет еттім, сосын ашымды мен қолдады. Астанаға барған жақсы деді да, ол кісі Астанаға бар деп сөйтті. Сосын мен Астанаға бардым. И Астанаға бардым, и сонда мен өмірде көрмеген туысқандар тауып алдым, короче. Ух ты! Жүршін мен туысқаным ғой енді, нағашы жағынан ағаларым, короче, өмірде көрмегенмін сол кісілермен. Жалпы Астана жақты. Иә, жақты, но андай жаман жалғызсырадым басында. Өте қатты жалғызсырадым. Сосын кейін әйтеуір постепенно. Бірақ қазір сіздер дуальный обучение менен Астанадан Ақтөбеге келіп, осы театрда жұмыс жасап жатырсың. Қазір сен жалғыз емессің, Сен қазір группаластарыңмен уже аға, іні, қарындас, мысалы қыздар құрбы, одан да қатты жақын болып кеттіңдер. Мысалы біз керісінше Алматыдан Астанаға барғанда біз театрдың, білесіздер ғой, жастар театрында бірге жүргенде біз мысалы сондай чувство болды бізде. Кәм ағалы, әпкелі, сондай болып кетті. Біреумен барсыңдар ғой. Мен жалғыз келдім. Шабыттан театрға жалғыз келдім. Вот актерский профессия вот сондай, танымайтын екі бөлек қаладағы адамды жақындастырып қояды. Бір құрбыдан да лучше, бір аға әпкелі сіңлі болып кетесің, да? Сондай болып кетеді қатты. Таңдан кешке дейін сол адамды көресің, бірге тамақ ішесің, бірге ұйықтап, бірге тұрасың. Например, енді жаман түсініп қалмасам. Жұмыстың өзі андай өте тығыз байланыста өтетін жұмыс қой. Сен мысалы ажар болмаса, мен бүгін спектакль ойнай алмаймын деген әңгіме ғой. Сол үшін ол дұрыс. Себебі сахнада ол нәрсе көрінеді, сен ол адаммен мысалы кикілжіңге келіп қалсаң да ол нәрсе сен жақсы көрген рөлді ойнап тұрсаң ол көрініп тұрады. Ол да көрініп тұрады. Сол үшін театр негізі достастыратын орта деп айтар едім. Я өзінің бір минус жақтары болады. Любой нәрсе, любой жұмыстың минус жақтары болады, достар. Театр идеальный деп айтпаймын. Но бірақ жаңағыдай орта создавать етеді да, бір жақсы жері бір-біріне жақындастырады. Мысалы кешеде Әлбек ағаймен, Өмірбек ұлымен жұмыс жасадық. Біз 3,5 айда, себебі ол кісі бізде күзде келіп кетті ғой бір рет. Соның өзінде мысалы бұл кісілер 3 ай ма? 3 айдан көп, білмеймін. Бұл кісілер енді басында келген кез ғой, қатты бір араласып өттік деп айтпаймын, бірақ сол процесске енгеннен кейін біз бұл кісілермен өте жақын араласып кеттік. Жалпы театрдағы барлық актерлармен бұл кісілер өте жақсы араласып. Процесс жақындастырады. Жақындастырады. Сол үшін негізі қазір енді былай алған кезде сыйластығымыз жақсы, бір-бірімізден жақын адам жоқ қой, былай айтқанда, мысалы театрға келгенде әйтеуір өзі көріп қуанатындай деңгейде. Шабыт университетінде. Шабыт деп айта берші. Шабытта. Вот қонып қалған кездеріңіз болды ма? Ұлдарда көп болды. Ұлдарда? Болды. Сен де болдың? Болды. Біз 3-ші курста қатты қадағаламыз десең. 3-ші курста ағайдың тапсырмасымен ашаршылық жайлы қойылым қою керек болды. Негізінде ашаршылыққа кетіп қалдыңыздар ма? Анда қону үшін или как? Жоқ, ашаршылық жайлы қойылым қою керек болды экзаменге. Жаңа сар кітап деген кітап бар, сонда жазылған бар ашаршылық жайлы. Мұхтар Мағауиннің ұлы Едіге Мағауин сол кісі шығарған, негізі Мағауин өзі жаңағыдай жазып қалдырған ғой күнделігіне. Сол ұлы кітап қылып шығарған, не айтып кетті. Содан сол кітапты менің қолыма берді, осыны жасайсың да, осыдан көріністер құрып, үлкен бір 30 минуттық қойылым қоясың дейді ғой маған. Режиссер сен? Иә. Маған өте қиын болды, өте ауыр болды. Мен 2 күнде ана кітапты оқып бітірдім. Өте ауыр кітап, енді ашаршылық заманы деп айтқанның өзінде, теманың өзі ауыр да. Ондай спектакльдер негізі қойылмайды да. Себебі оны сезініп қоюдың өзі қиын ғой. Сол процесс кезінде қонған кездеріміз болды. Бір-ақ рет емес, көп болды.
және түнгі уақытта негізі шабытта отоплениені сөндіріп тастайды дейсің. Отоплениені сөндіріп тастайды және бізде ана аудиториялар үлкен ғой, сахнасы бар, аудиториялар өте үлкен. Түнде өте суық болады. Соған қарамай жұмыс жасаған кездеріміз болды. Аружан, сізді жеке жеке подсказка. Сіздер қондыңыздар. Аружан және Гүлханым деп айтады. Сіздер қондыңыздар. үшеуміз бір әңгіме айтайық келіңдер. Камераны бөліп алайық. Мына жаққа қараймыз болды. Бізде ұлдар ғана көп қонды. Ұлдар. Бірақ біздер Не себепті? Да, біз түнде қатамыз. экзамен кезінде, рубеж кезінде біз всегда түнге дейін қалатынбыз. 12-1-ге дейін қаламыз. Ну, барлығында болады, мне кажется. Содан кейін Сізде уже қонбадық енді. бізден уже охранниктер уже қуып шығады, одан кейін ары қарай шыдатпайды. Онда слабый болып тұрсыңдар, сөйлесе алмайды. Ал сөйтіп Просто біз ол кезде гостиницада болып қалдық та әйтпесе. Дамир қондың, иә, Аружан, сен қондың. Ұйықтап жатқан кезде андай бір әруақ саруақ нету там спокойно, тыныш па? Біз дегенбіз. Қону деген нәрсе ол шабытта ұйықтау деген сөз емес қой, біріншіден. Просто таңға дейін ояу жүрдің. Таңға дейін ояу жүрдік емес, таңға дейін біз дайындалдық. Сосын сабақ мысалы бізде 8:30-да басталатын, ағай 8:30-да келеді. Бізде оған дейін мысалы 1-2 сағат көзіліп алуға болады. Бірақ ондай жаңағыдай Ал көрген жоқсыңдар, жоқ, таптаза. Просто бір-бірімізді прикол ұстап қорқытқан сәттеріміз болды, бірақ андай Все, пранк дейсіз. Жақсы, сол системаның ар жақ бер жағын бет айналып кеттік, иә. Жалпы система деген оқушылар ол перваштар менен втораштардың, перваштар менен трипаштардың арасында жүретін сыйластық. Ол сол төңіренде бұл тақырыпты жауып қояйық, оны оқуға түскеннен кейін сіздер өздеріңіз көре жатарсыздар. Қызық болсын. Актер пати болады. Енді құрметті әріптестер, сүйікті әріптестерім деп қояйын. Театрға келдіңіздер, қазір сіздер театрда жұмыс жасап жатырсыздар, көбілеріңіз көптеген рөлдер ойнадыңыздар. Қазір бізде блиц сұрақтар болады. Тез жауап береміз, окей? Былай кетеміз, е? Жоқ, отыр. Өмір қайта берілсе, актерлық жолды таңдар ма едіңіз? Иә. Театр ма, кино ма? Театр. Бол? Театр. Екеуі болса күшті олар. О, міне дұрыс әпер десе. Менде сондай жауабында. Қай актермен бір фильмге түсер едіңіз? Дәурен Серғазин. Дулға Ақмолда. Берік Айтжанов. Мен білмеймін. Нақты ойланбап. Білмейсің. Рөлге ену ма, әлде шығу ма? Ену. десең. Залда ұйықтап отырған көрермен көрдіңіз бе? Иә. Өкінішті. Иә, кімге еліктейсіз? Ешкімге. Қарыш ма? Қошемет пе, әлде ақша ма? Қошемет. Шындық қой, екеу. Дұрыс, мойындау керек. Қандай режиссермен жұмыс істегіңіз келеді? Дина Жұмабаймен. Мен Ақан Сатаевпен. Кино. Бәрімен негіз. Пока білмеймін. Жұлдыз ауруына шалыққан кездеріңіз болды ма? Жоқ. Шығар. Шығар деген десе я деп береді. Оны сырттан көрген адам айтады. Сіз? Хорошо. Өміріңізді кино қылып түсірсеңіз, атын қалай қояр едіңіз? Білмеймін. Білмеймін. Домашнее задание ойланып келіңіздер деп па? Так. Атақ па, өнер ме? Өнер. Өнер. Әрине өнер. Егер киносъемка Егер киносъемкада спектакль кезінде ғашық болып қалсаңыз, оны жасырасыз ба? Партнерыңа ғашық болып қалдың. Нет, андай. Рөлді шығару үшін болса, неге рөл шығару үшін именно сол моментте ғана болса, можно. Все. Сосын былай өмірге шыққан кезде болмайды. Жұмыс жерде жасырған дұрыс шығар. Актердің басты қаруы? Сөз? Көзі. Мен айтар едім көзде. Актердің басты қаруы? Тіл, сахна тілі негізі. Ішкі чувствосы. Все. Ойбай, не дейді? Қандай керемет. Тез бітті, бүгін күшті әңгіме болды. Өз ойым, болашақ студенттерге, болашақ актерларға көп ақпараттар айтылды. Бұны естер құлақ болса, біздің әр сөзімізбен жақсылап тұрып ойланып, өздеріңіздің ой електеріңізден өткізіңіздер. Келгендеріңізге көп рахмет, сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Ал біздің актер болам каналына тіркеліп, лайк басып, және де қоңырауды басып қойыңыздар. Сіздермен болған
Гүлханым Қабақбаева. Көріскенше. Ой, тамаша, бәрекелді. Наргиз, сонымен не істеп жатсың дедің? Тоже черный болып қала береді. тұра берсін ба жоқ ана қазмедиа не жайлы поиск болып неге тұр. сұрамады Они же мои конкуренты, типа. Зачем? Типа, түсінбедім, қалай? жоқ типа осындай кісілер шыққан не Димаш туралы не знаю енді Шабыт. Шабыттан ба? иә Иә, Димаш шыққан, иә, көп. например біздің Походу. экзамендерді мысалға Бәрін. ләйла сұлтанқызы келіп не істеп былай сырттан бүйтіп Да. қарап кетеді негізі астанада көп әртістер бар да қазмедиада олар келіп былай жұмыстарды қарайды театрдан Комиссия ма? келеді иә режиссерлар келеді сол жайлы айтқанда кішкене қызық болады Айтпадың енді, аузынан черный болып қалады. жұлып Жоқ, әлі- аузынан айтпайсың. түсіп алса түскеннен кейін қызықтар. жоқ қызықтыру не істеген А. жайында ғой типа Бірақ қазір уже бұрынға қарағанда қазір актерская түсу наоборот азайып кетті. да Сол, Мне қазір кажется, сол дұрыс бірақ. кешіріңіздер, ана шабытта, мне кажется, больше внимания вокалистерге, чем актер. жоқ Әрине. негізі Жоқ, ондай емес па? Мгм. Нормально жоқ ма? нормально. Ішінде наоборот бүкіл профессия бойынша актерлар жүреді. Всегда алтыда актерлар жүреді негізі. Сосын андай нәрсе ғой, бізде шабытта сосын ең бір ақсап тұрған жеріміз андай бізде группада көрініп тұрады кім лидер, кім жай жүрген бала, кім қандай. Жүргеновтан біз ондайды көрмейміз. Жүргеновта андай ғой, между собой конкуренция ма бірдеңе болып жатады. Мен деп тұрады, ол жерде бір ләйліп жүрген бала көрмейміз біз. бірақ Ай, бүйтіп анау айтпаңдар. нәрсе ғой Жоқ, жоқ. көрмейміз. Ояқта ана да нәрсе ондай бар. обидно Только ше. айтпаңдар, Жүргеновті айтпаңдар, бұл андай не болып кетеді. Нельзя болып мен кетеді. айтайыншы Мгм. ана нәрсе обидно да мысалға сөйтіп түсіп алады оқуға грантқа біреудің грантын алады босқа жүреді бітіреді дым бітірмей басқа мамандыққа кетіп қалып басқа жұмыс жасайтындар көп Ну, Просто олар ғой, енді- иә. жоқ ол Грантқа нәрсе біреудің иә орнын ұстау. просто мысалға жүргенсе бір жылда қаншама түлек бітіреді бізде қаншама түлек бітіреді да и количество көп та Өмір бірақ ұзақ. сол жағы обидно да бұл Иә. жағынан. Жоқ енді өнердегі барлықтарымыздың ұстазымыз сол жаңағы қара шаңырақтан шықты ғой негізі. Мысалы, сендердің курстарыңа неше бала түсті, неше бала оқудан шықты? 22 бала. түсті біреу шықты біреу келді сосын Жоқ, Жоқ, Айжан шығып кетті. иә, екеу Ай, шықты. Кенесары шығып кетті. Ой, Ну, Кенесариев Ермұхан. шығып кетті. Ермұхан. иә ермұхан 3-4 бала шығып Нұрсұлтан кетті. шығып кетті, иә. Сіздерде неше бала түсті, неше бала шықты?